Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салтбекқызы. Бүгінгі видеода өте оңай жасалатын творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызға разрыхлитель қосамыз. Мен астына описанияға барлығының мөлшерлерін жазып қоятын боламын. Және де бір жұмыртқамызды саламыз. Неке жақсылап араластырып, үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Сары майымызды барлығын құйып, енді жұмсақ тесто илейтін боламыз. Яғни қамыр илейтін боламыз. Үстіне мен кішкене ғана қаймақ қосып жібердім. Бұны қоспасаңыздар да болады. Неке енді жақсылап араластырып, тестомыздан жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап, холодильникке қойып қоятын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде осындай творог, яғни үйдікін пайдаландым, және де үстіне құм шекер саламыз. Және де 2 қасық қаймағымызды саламыз. Содан кейін жұмыртқаны қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде творог міндетті түрде іртік-іртік болмауы қажет. Сол кезде біздің әдемі творожный пирогымыз керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде творогты блендермен болмаса вилканың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Неке біздің қамырымызды тестомыз шығардық. Осылай мен 24 диаметрді пайдаландым. Осылай астына барлығын жайып шығамыз. Және де мен шетіне алып қалдым. Шетіне осындай қалғанын жайып шығатын боламыз. Егер де сіздер бетіне өріп жасайтын болсаңыздар, осы астына көп жібермей, бетіне өргенге алып қалсаңыздар болады. Осылай вилкамен түзулеп жібереміз. Және де үстіне біздің дайын болған творогымызды қосатын боламыз. Неке барлығын саламыз, бір тегіс етіп жаятын боламыз. Енді бетіне әдемілік үшін мен осындай малинаны, болмаса клубниканы осылай қосып жесеңіздер болады. Менде сливаныкін осылай точка қылып құйып шықтым. Әдемілік үшін осылай пайдалансаңыздар болады. Әрине бұл міндетті емес. Неке пісіріп алатын боламыз. Неке пісіп шықтым. Өте керемет болып пісті. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер достар. Жан-жағын босатып, кальциумымыздан шешіп, жақсылап суытып алатын боламыз. Мінеке достар, біз творожный пирогымызды осындай ыдысымызға салып алдық. Және де кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Әрине бетіне шоколадты узормен құйып жіберсеңіздер де өте әдемі көрінеді. Болмаса дәл осылай қалдырсаңыздар болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызбен жазсаңыздар болады. Неке достар, сондай керемет болып шықты. Егер де осыны 4 бұрышты противинге салып пісіретін болсаңыздар, мөлшерін 2 есеге көбейтетін боласыздар. Өте дамды болған және де өте оңай жасалу жолымен бөлістім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды тәтті тағамдармен қуансыңыздар. Сіздермен болған Майра Салтбекқызы.